Құрметті оқырман, Қонақ кітапхана филиалы «Бір ел, бір кітап» акциясы аясында оқырманға шығармаларды насихаттау мақсатымен сіздерге «Бәріміз бірге оқимыз» атты іс-шарасын назарларыңызға ұсынып отыр. Қазақстандық «Бір ел, бір кітап» жобасының идеясы ақш-та өте танымал болған. Бір кітапты жалпы қала болып оқу идеясы ақш-тың ірі қаласы Вашингтон штатына қарасты Сиэтл кітапханасының кітап орталығы тарапынан ұсынылған. Мақсаты халықтың бірлігін нығайту мен кітап оқуды насихаттау. Бүгінде «Бір ел, бір кітап» жобасының идеясы көптеген елдерде кең тараған. Біздің елде бұл акция 2007 жылдан бастау алып, жалғасын тауып келеді. Осы акция аясында Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» және Әнуар Әлімжановтың «Ұстаздың оралуы» кітабы таңдалды. Бұл бекерге емес, өйткені үстіміздегі жылдың ұлы Абайдың туғанына 175 жыл, ал ғұлама ұстаздың туғанына 1150 жыл толып отыр. Мұхтар Әуезов Абайды әлемге танытқан қаламгер. Мұхтар Әуезов Шығыс Қазақстан облысында 1897 жылы дүниеге келген ұлы жазушы, қайраткер, ғалым, Қазақстан ғылыми академиясының академигі. Бала Мұхтар 6 жасынан Абайдың өлеңдерін жатқа үйреніп, ұлы ақынның өзіне айтып берген. 1910 жылы «Дауыл» атты алғашқы шығармасын жазады. Осылай шығармашылық жолы бастау алған. Тәрбиелік маңызы зор «Абай жолы» роман-эпопеясы 1954 жылы жазылып аяқталған. Әнуар Әлімжанов Алматы облысында 1930 жылы дүниеге келген жазушы, журналист, саяси қайраткер. Әлімжановтың шығармалары бүгінгі өмір кешегі тарихтың заңды жалғасы ретінде суреттеліп, халықты жарқын болашаққа, жасампаздық күресі, күш-қуаты, арманы мен өршілігінен көрініс табады. Біраз шығармалары Азия, Африка халқының ұлт-азаттық күресіне арналған. 1952 жылдан шығармалары шығарыла бастаған. «Ұстаздың оралуы» еңбегі 1978 жылы жарық көрген. Әнуар Әлімжанов «Ұстаздың оралуы» кітабында кемеңгер, ғалым Әл-Фарабидің ғибратты өмірін сипаттайды. Рухани байлық қалдырған, білім шырағын жаққан әлемнің екінші ұстазынан өнеге, тәрбие алуға болатындығы анық. Романда Орта Азия және Таяу Шығыс қалаларын көрсетіледі. Трактаттар енгізілген. Әл-Фарабидің жарқын бейнесі ғибратты өмірін баяндайды, өркениетті көрсетеді. Құрметті оқырман, сіздер осы «Бір ел, бір кітап» акциясы аясында 2020 жылы таңдалған «Абай жолы» мен «Ұстаздың оралуы» кітаптарын Қостанай қалалық кітапхана филиалдарынан және Қонақ кітапхана филиалынан алып оқуларыңызға болады. Оқуға шақырамыз. Бірге оқиық.